Сағат өтіңіз. Сағат өтіңіз. Сағат 11-ден. Мына жердің табиғаты керемет қой, қыздар. Қыздар, барымыз күшті уақыт өткізейік, Қыздар, жүрінде шу ыстықтап кеттім, уже жақын жерге барайықшы. Шөлдеп кеттім енді, мұздай су ішейікші. Автобустың іші ыстық екен. Кеттік онда. Кеттік. Сәлем достар, біз лагерге де жеттік. Міне біз алдағы уақытта осы жерде уақыт өткізетін боламыз. Мен историямды қалдырмай көріп отырыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Ой, бір мына жерде неге сет ұстамайды? Так, әдемі фон, міне осы жер жақсы. Сен мен суретке түсіріп жүр. Так, қазір білмейін, шашын нормально болып тұр ма? Әдемі. Аяғы арып тұрыш, кадрға түсіп тұрсың. Мири, сіз олмай болсаңшы, да сколько можно? Болды ма? Болды. Аха, әдемі түсіпті осы жақсы. Мен лагерден все история жасауында. Лагер деген осы десе. Сан айтшы. Ауасын айтса күшті екен, бірақ лагердің іші қызық емес сияқты. Қалай қызық емес, қуасың ба сен бека? Лагер деген зор емес пе? Қыздар, балдар, дискотека, ойнаймыз. Ерболат, қазір магазинге барып, даққа сушник алып келші маған. Болды. Тека, білесің ғой, біздің басымыз қосылса, бір нәрсені бүлдіреміз да жүреміз. Давай осы жылы бұдан да жоң нәрсені бүлдіреміз. Әдемі. О не дегендерің Асик, Бека, Сека қосса обязательно дискотека емес. Сан айтшы. Айтпа. Сәлеметсіз ба? Саламатсыңдар балдар. Бүгінгі Көктөбе лагері ұнап жатыр ма? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Ал мен өзімді таныстыратын болсам, тәрбиеші ағайларың Ерболат. Және де Нұрай апайларың. Және де Серғали ағайларың. Серғали ағайларың қатал. Қаталмын мен. Ал ендеше не тұрыз? Көктөбе лагеріне жайғасайық. Жүріңдер. Вау, білмейміз әдем екен, Жансая, үңгірден келгенсің ба? Вау, деген нес? Освещение вроде нормально. Главный сторис түсіруге фон болады. Күшті видеолар түсіру керек, рекке шығатындай. Сет ұстамаса қайда саласың? Негатив бола бермеші, түсіре берейік, қалаға барып саламыз. Маған нады. Сенен кім сұрады? Саған ұйықтайтын жайлы жерің болса болды ғой. Инстаграмға мысық пен картинаны ғана салып қойғансың. Оның өзі 2-ақ пост. Осы блокнотын қолынан тастамайды екен, Бізден жасырған секреті бар шығар. Мүмкін. Вау, қыздар, әдемі екен ғой. Вау, мен осы жерде жатамын. Бұл жерде мен жатамын. Той, қыздар, қойындаршы, барлық жер бірдей емес па? Одан да су ішіп берейікші. Дана, немесе мына жерге жатсайшы, мына жерде тура терезен алды екен. Қойшы, мен терезен алдында жатқым келіп тұр. Әрине, сен ол жерге сыймайсың ғой, менен қайта алмасың, жүре алмайсың. Не айтқың келіп тұр? Той, қыздар, қойындаршы, не болды сендерге кішкентай бала құсап? Қыздар,
дұрыс оныкі. Қанша пландап келген жеріміз ғой. Жүріңдерші оданша. Бірге уақыт өткіземіз. Суретке түсіп қайтайық. Жүріңдер. Кеттік. Асик, бүгін лагердің бірінші күні я, йо. Зека, бүгін дискотека емес, жармадық па дискотека? Дискотека жармадық. Йо. Мен мамам бір аптаға берді ғой. Жыламашы, не болды? Мен де жинда. Сен кімді де жеп жүрсің, дойыңды, кетші. Сен. Бауырым, не болды саған? Бөлме бос емес екен, көрмей тұрсың ба не? Біз кімдігі деп сұраған жоқпыз ғой. Жай босап кете берсіңдерші. Қалай сонда босатып кетер? Жігіттер, проблема керек емес шығар сендерге. Інім, сен қатты проблема сызбай қойсың ба не? Проблема да? Брат, қазақпыз ғой. Жігіттер не болып отыр мына жерде, а? Түсінбедім. Ағай, мыналарға бастап отқан. Қалай мыналар мен көріп тұрмын ғой, екеуің ғой мына екеуіне секіріп ерегісіп тұрған. Түсіндірші алдыма, жүріңдерші. Давай бол, тез, түс алдыма. Жақсы. Жігіттер, не болды сендерге мен түсінбедім. Сендер лагерде жүрсіңдер ғой? Кішкене сәл дұрыстап жүрсіңдерші. Сендерден сұрап тұрмын. Сендер мына үндемей тұрған түрлеріңе қарасам жаман бір күдікті болып тұрсыңдар бар ғой. Киіп алған киімдерің мынау қап-қара. Бір нәрсе бүлдірейін деп жүрсіңдер ма сендер, мойындаңдар. Жоқ ағай, мен лагерде осы кезден армандап келдім ғой. Точно армандап келдің ба лагерде? Ұқсамайсың ғой армандап келгенге. Ағай, менде косягымыз жабу үшін не жейсің, не ішесіз? Міне армандап келген жігіттерге ең түрлерін ұқсатшы сендердің. Маған сарағаш құртымен қасына бір орбит. Кешке қызға баратын едім да, просто түсінесіңдер ғой. Қысқасы, жүріңдер магазинге барып сарағаш ona мынау алайық. Түрлеріңе қарасам, комната жоқ сияқты ғой сендерде, жататын жерлерің жоқ сияқты. Жүріңдер, менде әдем комната бар. Өзім сендерді жататын жерім, өзім комнатама апарам. Как положим, жағдай жасалған, кеттік. Жүр. Кіріңдер, жігіттер. Тоқта. Қысқасы жігіттер, міне осы комната менің комнатам. Енді біздің комната деп айтсақ та болады. Смело жүре беріңдер, төрге шығам десеңдер, төрге шығыңдар, жайғасыңдар. Ұйықтап демалғыларың келсе, кілемге паласқа ұйықтайсыңдар, ыңғайы келсе болып жатасыңдар. Бір минут. Алло? Өнім. Қалайсыз? Аман есен? Айта бер. Братан, прикинь, айфонымды ұрлатып алдым, білесіз ба? Қойш? Я, братан, қап-қара киініп алған екі бала тапа-тал түс ұрлап кетті. Қап-қара киініп алған екі жігіт? Я, 12 Pro Max. 12 Pro Max? Біреудің басында қара кепкі бар. Таппайатын, братан, тауып берші. Болдыным, мен лагерден босап алайын жұмыстан. Өзім шешіп берем оны. Примерно түсінген сияқтымын. Жақсы. Жігіттер, мен кеттім. Екеуің аккуратно жүріңдер, ровно түсіндер ма? Хорошо? Кеттім мен. Кетіп баратым, аккуратно жүріңдер. Бүгінгі толағай жарысын бастаймыз. Дайынбыз ба? Я! Топтың аты? Достық! Барс! Бірінші ойыншы топты апарып береді, екінші ойыншы әкіп келеді. Түсінікті ма?
жарыстың жеңімпазы Достық. Ағай әлі кино біткен жоқ қой. Қой, бәсе. Подкаст. Балдар, сендердің бүгінгі лагерьде бірінші күндерің. Алда әлі талай қызық болады. Мен сендерге бір идеям бар. Қандай? Алдағы уақытта лагерьдің соңында видеоролик болады. Видеороликті сендер түсірулерің керек. Барлығымыз түсіруіміз керек пе? Барлығымыз лагерьдегі қызықты уақыттарды түсіруіміз керек. Я, блогер қыздар бар ғой. Мери, Жансая, Іңкар тағы. Мен де бола аламын. Бірақ қыздар, видео шынайы болу керек. Бояусыз түсіруіміз керек. Фильтр бояусыз? Қалай сонда? Киноны қалай Инстаграмға саламыз? Мен болайыншы. Ондай видеоға адамдар лайк та баспайды ғой. Қыздар, қателесесіңдер. Шынайылық бояуда емес, маскада емес, әдемілікте емес. Адамның жан дүниесі тазалығында. Барлығын видео проектке түсіріп, дайындала беріңдер. Ал енді арамызда лидер сайлауымыз керек. Ағай, онда лидер видео түсіруден хабары бар адам болсын да? Видео проект басында өздерің лидеріңді сайлап аласыңдар. Біз ба? Ей, общий ма? Негізі біздің команданы Достық. Не болып кетті өзі? Йо-май. Лидер мен боламын. Мен сұлулығым, пысықтығым, блогерлігім бәрісі келіп тұр. Мен де лидер болғым келеді. Жетекші айтты ғой шынайылық керек деп. Мен де шынайы эффектісіз видеоны жақсы жасаймын. Қыздар, блогерліктің карьерасын сендерден бұрын бастағым. Және де мен лидер болуға лайық сияқтымын. Жоқ, мен боламын. Қыздар, мүмкін үшеулерінде лидер боласыңдар. Пуф, аяу, сенен кім ақыл сұрады? Бұл сурет салу жарыс емес. Бұл жарыс емес қой, қыздар. Я, аяу, әшінде сөйлемейтін, не болды саған жағаласып? Мен онда уборныйға кеттім. Мен де дайындалам. Мен де кеттім. Сәлем достар, бұл мен Жансая. Туф, басынан. Сәлем достар, бұл тағы да мен Жансая. Тағы да деген нес? Мына жерде свет нашар ма өзі? Всем приветик, достарики. Не айтып жатырмын. Уф. Жансая, айттым ғой опытым жоқ деп. Іңкар, енді сен ашуыма тимеші. Йоу, сәлем достар. Бүгін бізде лагердеміз. Біз бүгін блог түсіріп жатырмық. Менің атым Сека және Бека. Я. Ардақ, мына лагерь маған шадағын жазған жоқ. Оның үстіне ағай бізде көңілді алған жақта. Еще қатал. Давай, бүгін ертең қасып боламыз. Давай. Ей, йоу, сәлем достар. Бүгін бізде блог. Біз асханамыз достар. Мать! Асхана шапай, подписчик кетті. Ай, ба. Стоп. Айс, кіммен Бекадан? Бер келсеңдерші. Қараңдар, кашадан да қойыпты. Каша дейді? Каша, и чё? Каша. Жансая, айолым қайда екен білесің ба? Жоқ, білмеймін. Не болып қалды? Айолым орнында жоқ, Мерей білетін шығар. Мерей,
Мери, тұршы, аяғым қайда екен білесің ба? Білмеймін, асханада ма бір жерде жүрген шығар. Асхананы көріп қайттым, асханада жоқ. Не болып қалды? Мери, аяғым осылай жасып кетіпті. Мен сендерді жақсы көрем, қош болыңдар деп кетіп қалыпты. Ол бізге ренжіп қалған шығар. Біз оған ауыр сөйлеп жүрміз. Енді не істейміз? Кеттік, жетекшіге айтып іздеп қайтайық. Кеттік. Девушка, ана жерге фотоға түсірші. Қыздар, келіңдер. Қымбат кете тұр, бірге суретке түсеміз. Қыздар, бізді де күтсеңдер, барлығымыз бірге түсеміз. Дана, ары тұршы, мен сен бай жатырмын. Бұл жерде мен тұрмын ғой, басқа жерге тұрсай. Той қыздар, не болды сендерге? Айым ары тұра салшы, Дана мен салғаса бердің ғой. Қымбат, саған не болды соншалықты? Дананың сөзін сөйлеп, болды, мен түспеймін, өздерін түсе беріңіздер. Дана, неге олай айттың? Ой, ладно. Айым, тоқташы. Қыздар, ренжіп қалды ғой, енді не істейміз? Мен не айтып қойдым сонша? Кетсе, кете берсін, қиын қылып қойдың деп тұр ғой. Мә, не болып кетті? Барлығымыз бірге күшті уақыт өткіземіз деп келдік. Ал қыздар екіге бөлініп кетті. Екі ортада мен қалып кеттім. Қалай тату бастырам енді? Мына каша ашы ғой. Ассалаумағалейкум. Жігіттер, не істеп жатсыңдар сендер түсінбедім, а? Барасың камера снимка ағай. Ана камера ма? Соны жерде келді. Точно ма, Ағай, бізге сенсеңіз болады. Лично саған сенбеймін. Жарайсыңдар жігіттер, бірақ бір сұрақ болып тұр сендерге. Сендер айтишниктсіңдер ма, программистсіңдер ма, кімсіңдер өзі? Жоқ, негізі, осындай техникаларды осы жөнінде қызығамыз. Міне, молодец. Айтпақшы ағай, бұл екі жігіт өте пысық, мықты жігіттер енді. Шынымды айтамын. Ерінбей таңғы сағат 4-те тұрады да далаға шығып жүгіреді ғой. Спортпен айналысады. Жақсы жігіттер. Молодец. Онымен қоймай, бұлар жан-жақты да пысық контент түсіреді, блог түсіреді, видео проект түсірейін деп жатсыңдар ғой, а? Соған мені шақырыңдаршы, өздерің сөйлемей тапсаңдаршы менде. Түсіретін болыңдар қысқасы мен соған бүгін. Болды. Жақсы, онда боссыңдар, ағаймен жеке әңгімем бар, барыңдар. Бүгін ашып кетейік. Не істеп тұрсыңдар сендер түсінбедім. Мына кран мен судан басқа ойнайтын нәрсе таппай қалдыңдар ма мына лагерде? Лагерде деген қызық нәрсе көп қой. Жүріңдер, көрсетемін сендерге нағыз қызық нәрсені. Түс алды ма? Қарасай бұларды. Жүр, тез бош. Енді сен сол жерде Данаға жоқтасып қалғандай болдың ғой. Жоқ, мен ұрысты тоқтатқым келді. Дананікі дұрыс деп айтқан жоқпын ғой. Неге сен сол жерде Данаға қоя салшы деп айтпадың? Қыздар, қойындаршы болды. Қайта-қайта ұрса беріңдер ғой. Айым өзі ғой. Сол кезде Данаға айтқанда Дана да ренжитін еді ғой. Қумаш, сен ғой бірінші болып бастаған. Неге сол жерде екеуің де қоя салмадыңдар? Жібек, айым, мүмкін бірінші болып кешірім сұрап көресіңдер. Осылай ұрсып жүре береміз бе? Керек болса өздері бірінші болып кешірім сұрасын. Айлон, сен неге қымбат пен Дананың сөзін жақтап тұрсың? Жоқ, қыздар, мен олар жақтап тұрған жоқпын. Мен өзім келдім. Не оларға бірінші болып бармадың? Кешірім сұрасын деп.
TikTokқа салған видеомды көрдің ба? Кеше лайк бастың ба? Иә. Қыздар. Айлын, саған не болды? Аналардың қастарынан шықпай қапсың ғой? Қастарына қоспай қалсаң бізге келіп тұр ғой. Не болды өзі? Біз лагерге келдік қой. Қыздар болса бөлініп кетті. Мен шаршадым. Не істеймін енді? Жоқ. Болмайды бұл. Мен оларды қалай болсын қосуым керек қой. Гол? Гол? Гол дегеніңіз? Гол! Сіздің ойын туралы пікіріңіз қалай? Ойын туралы? Футбол туралы деген кеп тұр ма? Тоқташ? Бір риза болғам, кеше сұхбат алыңдар дегенім, өзі ап тұрсыңдар ма? Молодец енді мен. Футбол негізі өте жақсы спорт қой інім. Тоқташ? Мысалы сен інім Месси танисың ба? Яғай, танимын. Роналдоны танисың ба? Оны да білем. Холланд. Бәрін таниды екен. Сен олар танысаң, значит сен білімің жақсы ғой, білімің. Егер сенің білімің жақсы болса, значит сенің памятың да жақсы ғой, есте сақтау қабілетің. Інім, тыңда бер. Міне, мына парақты ұста. Ішінде сенің сөздерің бар. Ертең бізде іс-шара болады лагерде. Сол іс-шарада сен жүргізуші боласың. Хорошо? Түсіңдер ма? Обязательно айтқанымды істейтін болыңдар. Сендерге сендім. Қазір ұйықтап жат демалыңдар. Таңғы сағат 4-те пойдем. Тренировка істейміз, спортпен айналысамыз, жүгіреміз. Егер айтқанын тыңдамасаңдар, жағдай қиын болады, білесіңдер, мен қаталмын мен. Давай кетіңдер бар. Давай, ей. Давай. Оймат! Макс! Ат мен! Қыздар бар ма екен? Жоқ, апай онда да жоқ. То, не істейміз, Мерей? Хотя білімізге ескерткен шығар. Қыздар, уайымдамаңдар, қазір табамыз оны. Давайте екіге бөлінсек, сендер орман жаққа, шет жаққа барыңдар, мен лагердің жан-жағын көремін. Тек абайлап жүріңдер, жақсы ма? Жақсы. Жақсы, онда кеттік. Аяулым қайда? Аяулым қайда жүр екен? Аяулым бізбен дос болғысы келмейтін сияқты. Неге? Ол бізге ренжіп қалған секілді. Біз оны лагерге келгелі ұмытып кеттік. Я, мен де солай ойлаймын. Ол бізден бір нәрсе жасыратын сияқты. Мүмкін. Ол бізге не үшін ренжіп қалды екен? Иә. Онда ана жақты іздеп қайтайық. Кеттік. Аяулымда не отыр, әне? Кеттік, қыздар! Неге алдайсың бізді? Ешкім жоқ қой мына жақта. Аяулым қазір ғана осы жерде отырған. Қайда аял? Әне, кет. Аяулым екен, қақтын табамыз енді. Аяулды қатты сағынып кеттім. Мен де, ол қайда жүр екен? Қатты сағынғаннан көзіме елестейтін болған. Бүкіл жерді іздедік қой, еш жерде жоқ. Я, ол біздің ең жақын подругамыз еді ғой. Той, аяулымды қатты сағынып кеттім.
Менде. Я, енді не істейміз, қыздар? Білмеймін. Онда басқа жақта іздейік. Қыздар! Аяулым! Аяулым, сені азаннан бері іздеп жүріп қой. Неге ешкімге айтпай кетіп қалғансың? Біз сені бүкіл жерден іздедік, еш жерден таба алмадық. Я, бізді неғып уайымдаттың? Біз бірге күліп ойнауды ұмыттық. Сендер өз сан сұлулықтарыңды сандармен өлшеп бастағалы. Жарайды, оғанда көнейік. Бірақ сендер күннен күнге сол сандардың кесірінен өз сөздеріңді ұмытып бара жатсыңдар. Сендер сан емессіңдер, сендер адамсыңдар. Келіндерші жандарым құшақтасайықшы. Қыздар, Айлы неге бізді шақырып алдың? Неге тығылып сөйлесіп тұрмыз? қыздар, енді қараңдаршы, сендер неге ұрсып жүрсіңдер? Дана мен Айым ақыл сендерге не жоқ? Ну, Айым ренжіп қалған соң жұбатып жүрмін ғой. Сосын өздерің бөліп кеттіңдер. Менде ұрсамыз деген ой болған жоқ. Сен Айымның артынан кеткен соң мен Данамен бірге қалдым. Енді қараңдаршы, Айым мен Дананың ұрсынан біз де бөлініп кеттік. Оданша олар татуастырып көрерміз. Шын айтамын, мен қымбатқа ренжіген жоқпын. Менде саған ешқандай ренішім жоқ. Онда оларды татуастыру үшін жоспар құрайық та? Дұрыс айтасың, бізге олай бөлінуге болмайды. Я, оларға бір-бірімен сөйлесу мүмкіндік беру керек. Жүріңдер онда. Так, қыздар. Короче, план мынандай болып тұр. Сен Дананы шақыр, сен Айымды шақыр, 6-шы комнатаға. Не үшін? Енді татуастырамыз ғой. Қалай татуластырамыз оларды? Короче, есіктерін құлтап, қорқытып көреміз. Қорқытудың не қажеті бар? Енді оны қазір көресің ғой. Кетіп жүріңдерші болды. Ұмыт кетпеңдер, 6-шы комната. Тез шақырыңдар, аға. Я. Сен не істеп жүрсің бұл жерде? Сені кім шақырды? Ал мені Жібек шақырды. Мені қымбат шақырды. Қош, мен сенімен бір комнатада отырғым келмейді. Дана, прикинь, есік ашылмайды. Құмаш, кәні? Не істейміз? Білмеймін, как будто біреу бізбен ойнап отқан сияқты. Қыздар, сен барып қорқыт, сен барып сөйте үшін мақыма. Только тез мақыл. Свет өшіп қалды ма не? Тас қараңғы болып кетті ғой. Болды, мен шығамын. Есік құлтаулы ғой. Тух, мен қараңғыдан қорқамын. Айым жылап атсың ба не? Қорқпа, мен бармын ғой қасында. Айым, не бол? Мүмкін басқа біреу ойнап жатқан шығар? Мен қорқамын. Жаным сол, қорықпашы. Білесің ғой, любойын шашын жұлам. Кешірші, бүгін айқайлағаным үшін. Дана, сен же мені кешірші, мен де артық кеттім. Туй, қыздар, адам деген солай ойнауға бола ма? Енді сендердің бөлін жүргендерің бізге күшті деп ойлайсыңдар ма? Сол үшін план құрдық қой. Ай, ақымақтар, келіңдерші бір құшақтайын. Жігіттер, бұл болмайды, жақына жарыс. Бізге видео түсіру керек. Видео түсіру керек? Давай комната өртейік та. Комната өртейміз, қуасың ба? Комната өртесек, сигналдатсаң бәрі ұрады ғой далаға. Іштегі адамдар бәрі сыртқа шығады. Сонымен не болады? Шу болады. Бізге сол керек қой. Сол контент болады ғой. Бір қыздан алып шықсақ,
герой боламыз ғой. Қалай істейміз онда? Короче, мен қағаз өртеймін, Бека видеоға түсіреді. Жігіттер, онда былай. Ренжімен бұл темаларына кіре алмаймын. Тоқташ, сен сонда жарты жолға лақтырып кетейін тұрсың ба не? Лақтырбай. Кеттік, өзіміз ақ түрекші. Аналар қаяқта жүр, не істеп жатыр екен, Інім, не түттің ал? Не болып жатыр іште? Ағай, білмеймін, түтін шығып жатыр іштен. Жүгірш, барда колонканы қос су шашып. Ағай. Мен суға кеттім. Қаштық. Балдар 18 бар ма? Бар. Қан, иніңді айтшы. 07-05. Тоқта. Тығыл, артынан тығыл, тесіз, бол. Кір. Шықпа, вообще шықпа. Ассалаумалейкум. Уалейкум салам. Қара киім киген екі баланы көрмедің ба? Көрмедім, вообще байқамадым, вообще көрмедім. Бірақ олар примерно на жақ қарай кеткен сияқты болды. Былай қарай ма? Я, бірақ көрмедім. Жүр, бірге іздейік те болмаса кеттік. Отырыңдар, балалар. Сәл түсіп отырсай. Түс. Балалар. Қуасыңдар ма сендер? Лагерден қашқан емес? Мен деген мына сендерді іздеп арттарынан уайымдап шықтым ғой. Қызықсыңдар сендер. Не деген адамсыңдар, Ағай, біз негізі сізге бірдеңке айту керекпіз. Айт. Біз негізі көше баласы едік. Осылай случайно осы лагерге түсіп қалдық. Алдын айтқан ініңіздің 12 просы бізде. 12 про? Інімнің? Кән ол? Ағай, мұны. Сіздің ініңіздің 12 просы. Қоя көрші бұны. Жігіттер, балалар, жақсылап тыңдап. Бұл жерде әңгіме мына телефонда емес. Бұл жерде әңгіме адамгершілікте. Әрбір уақытты бағалай білу керек. Сендер деген жассыңдар. Сендердің балалық шақтарың, жастық шақтарың. Сол сәтті бағалай біліңдер. Түсінікті ма? Сендер деген лагерге келдіңдер. Лагерге келгеннен кейін, лагерде жүргендер жүрсіңдерші. Хорошо? Үйтіп бұзықшылық істеген емес. Мен деген сендерді кешірем ғой. Кешірмей қайда барам? Мен деген сендердің ағайларым ғой, жандарым. Кешірмей қайда барам, сендерді кешірген құшақтайын. Жандарым. Ал мына телефонға келетін болсақ, бұл өмірде әр адам қателеседі. Дұрыс па? Ең бастысы сол қателіктен сабақ ала білу керек. Кез келген адам өзгере алады. Оған тек мүмкіндік беру керек. Түсіндіңдер ма? Мен сендерге сенем, және жақсы көрем ғой. Дұрыс па? Жандарым менің, сен Сарыағаш әперем деп, сол әпермедім бірақ. Ренжіп қалғаным бар да. Жақсы көреме бірақ сен онда кеш.
болды. Еркелік кезесіндер бар қошы. Жүріңдер кеттік. Жылжи берейік қазір. Ой. Сендер білесіңдер ма? Сендер жоқ кезде өрт болды лагерде. Қазір қыздар келен дейді. Қызық болады қазір. Дос деген жанның айнасы. Кейде ренжісіп қалу табиғи нәрсе. Бірақ нағыз достық реніште емес, кешірімде көрінеді. Бір-бірімізге түсінікпен қарап, кешіре білсек, достығымыз мықты бола түседі. Сол үшін өзара сөйлесуді, түсінуді және кешіруді ұмытпайық. Жақсы дос қиын сәтте жанынан табылатын адам. Достық баға жетпес қазына. Оны сақтау әр қайсымыздың қолымызда. Кішкентай ренішке бола үлкен сыйластықты жоғалтып алмаңыз. Кешірімді болайық. Себебі кешірім жүректің кеңдігі, ал кең жүрек қана шынайы достықты сақтап қалады. Біздің келесі видеода батырларымыздың видеосы. Тамашалаңыздар және қол шапалағыңыздар. Каша, и чё? Мә кесілетін материалдарды жіберіп қойдың ба не? Қуасың ба сен? Не істейміз? Достар, бүгін біз лагерь өртінде жатырмыз. Қасында Бека. I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, we're better off tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there, and we might be lost but not forever.
There's things in life you simply need to know. But sun and